Менің үйім проходной двор болып кетті. Любой кезде шығып кіре беретін. Бірақ мына мені көтеріп тұрған әйел сымақты мен жатқа білемін. Осы әйелді көрсем тура бір өзімді ужастик киноға түсіп кеткендей сезінемін. Адресімді ауыстырып басқа үйге көшіп кетсем де, артымнан мені тауып алып келе береді. Менді шаш жеден батырған жерінде. Бәленің бәрін осы екі аяқтардан көрдім ғой. Бір тыныштық жоқ. Егер екі аяқты гриль болып ауырып жатыр. Ойбай, кешіріңіздер, гриль деппін ғой. Грипп болып ауырып жатыр. Сол енді маған да жоқ кетпесін деп, прививка салғызайын деп жатыр. Құрметті көшеде жүрген мысықтар, солай көшеде тышқан аулап жүре беріңіздер. Үйде тұрғанның дым кайфы жоқ, тыныштық та жоқ. Жәнібек, сен еркексің шыда. Еркектер ештеңеден қорықпауы тиіс, тем более какой-то бір маймыл сымақ екі аяқтардан. Өтініш не ғой әпше, енді бізден неге келмей қоясыз ба? Сізді көрсем болды, давлением көтеріліп, настроением түсіп, жүндерім айқайлап кетеді.